Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 105-ші сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтары деп аталады. Ғарыш дегеніміз не деген тақырып бойынша сабақ өтетін боламыз. Сонымен қатар бүгінгі сабақта тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеуді және етістіктің шақ түрлерін анықтауды үйренеміз. Бірінші жаттығуда мәтін берілген, мұқият тыңда. Мәтіннің негізгі тұстарын белгіле. Тақырыбы ғарыш дегеніміз не деп аталады? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 000 километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,3 секундта, күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейінгі аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігі ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер бүкіл ғалам, олардың орталықтарындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемдік шаң тозаң мен газ шоғырлары, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Бұл мәтін ғалам энциклопедиясы кітабынан алынған. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларға назар аударамыз. Мәтіннен белгілеген тірек сөздерің бойынша мәтіннің мазмұнын айт дейді. Бізде мәтіндегі негізгі тұстарын белгілеп алдық, оларға ғарыш, кеңістік, шексіз, аспан денелері, жердегі өлшем, қашықтық, километр, өлшеу, мүмкін емес, жарық, 300 000 километр, таралу, ай, 1,3 секунд, 8 минут, аралық, 4 жыл жүріп өту, күн жүйесі, шағын бөлігі, ғалам, 100 000 жыл, жұлдыздық жүйелер, әлемдік бос кеңістіктер, шаң, тозаң, газ шоғырлары, түрлі сәуле. Осы тірек сөздерді пайдаланып, мәтін бойынша түсінігімізді, яғни мазмұнымызды айтып шығамыз. Келесі тапсырма. Мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетті білдіріп тұрғанын айтып көрім. Яғни таралады, жетеді, тұрады, жатады деген етістіктер келер шақтағы тұрған етістіктерге жатады. Келесі екінші тапсырмада сөйлемдер берілген, сөйлемдерді дәптерімізге әдемілеп, қатесіз жазып, ондағы етістіктерді табамыз. Алдымен сөйлемімізді оқып алайық. Жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Ерте заманнан бастап ғалымдар ғарышты зерттеп отырды. Ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастады. Енді бұл берілген сөйлемдердегі етістіктерге деп аталады, зерттеп отырды, ұшыра бастады деген етістіктер жатады. Осы етістіктердің астын сызып шығамыз. Тапқан етістіктердің қандай мезгілдік ұғымда жұмсалғанын анықта деген тапсырма берілген. Демек, деп аталады деген осы шақтағы етістікке жатады, ал зерттеп отырды, ұшыра бастады деген өткен шақтағы етістіктерге жатады. Оқушылар мына ережеге назар аударамыз. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, яғни уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Үлгі бойынша осы шаққа ұшқалы тұр, яғни енді ұшайын деп жатқан нәрсені біз ұшқалы тұр деп осы шақты айтамыз. Келесі өткен шақ бойынша ұшырылды, яғни өтіп кеткен шақ бойынша ұшырылып кетті, демек ұшырылды деп айтамыз. Ал келер шақта ұшырады, енді ұшырайын деп жатқан нәрсені біз енді болатын алдағы іс-әрекетті ұшырады деп айтамыз. Сондықтан ол келер шаққа жатады. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Үшінші жаттығуда жұмбақ берілген, жұмбақты оқып шешуін тап. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Бұл жұмбақтың шешуі зымыран. Себебі зымыран аспанда ұшқан кезде соңында із қалдырып кетеді. Және біздің тақырыбымызға қатысты, тақырыбымыз ғарыш туралы болғандықтан, бұл жұмбақтың шешуі зымыран болып табылады. Осы берілген жұмбақтағы етістікті тауып, қай шақта тұрғанын айт. Жұмбақтағы етістіктерге ұшып барады, қалады деген етістіктер жатады. Бұлар осы шақтағы тұрған етістікке жатады. Себебі қазіргі таңда орындалып жатқан іс-әрекеттерге жатқандықтан, осы шақта тұрған етістікке жатады.
Келесі 4-ші тапсырмада жаңылпаш берілген. Жаңылпашты жаттап алып, дәптерімізге әдемілеп жазып шығамыз. Ғарышкер ұшты ғарышқа ұшты ғарышкер. Айтшы, ғарыш алыс па? Енді осы берілген жаңылпаштағы етістіктің астынсыз қай жақта тұрғанын тап деген тапсырма берілген. Бұл жерде етістіктерге ұшты деген етістік жатады, иә? Ғарышкер ұшты ғарышқа дегенде ұшты деген етістіктің астын сызамыз, және ғарышқа ұшты ғарышкер. Бұл жерде де ғарышқа ұшты ғарышкер дегенде ұшты деген етістіктің астын сызамыз. Келесі айтшы, ғарыш алыс па дегенде айтшы деген етістікке жатады, яғни не істеді деген сұраққа жауап береді. Айтшы деген етістіктің астын сызамыз. Енді осы сызып шыққан етістіктер қай жақта тұрғанын анықтау үшін ұшты деген өткен шақта тұр, себебі яғни ұшып кеткен, болып кеткен іс-әрекетті білдіріп тұр. Ал айтшы деген бұл келер шаққа жатады, себебі айтшы, ғарыш алыс па деп бірінші адам екінші адамға сұрақ қойып тұр. Енді жауап беретін болғандықтан бұл келер шаққа жататын етістік болып саналады. 5-ші жаттығуда төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай жаққа қатысты екенін тап деген тапсырма берілген. Кестеде екі баған берілген. Бірінші бағанда жұрнақтар мен көмекші сөздер берілген, ал екінші бағанда шақтар берілген. Осы бірінші бағандағы жұрнақтар мен көмекші сөздер қай шаққа қатысты екенін анықтауымыз қажет. Бірінші берілген ып, отыр, тұр, жүр, жатыр деген жұрнақтар мен көмекші сөздер осы шақтың жұрнақтары болып саналады. Ал екінші берілген мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек, шы, еді, емес деген жұрнақтар мен көмекші сөздер бұл келер шақтың жұрнақтары мен көмекші сөздері болып саналады. Үшінші берілген ып, ды, ты, ған, ген, қан, кен, атын, етін, еді, екен деген жұрнақтар мен көмекші сөздер бұл өткен шақтың жұрнақтары мен көмекші сөздері болып табылады. Осы берілген жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шаққа қатысты екенін жаттап алайық. Бұл алдағы уақытта сендердің қай шақта екенін анықтау үшін қажет болатын жұрнақтар болып табылады. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 6-шы жаттығуда тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жаз дейді. Берілген тірек сөздерге қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, Союз ТМ-13 ғарыш кемесі, Талғат Мұсабаев, ғарышта 3 рет болу, Айдын Айымбетов деген сөздер берілген. Осы сөздерді қатыстырып, біз қазақ ғарышкерлері тақырыбында мақала жазуымыз қажет. Тақырыбы қазақ ғарышкерлері. Тоқтар Әубәкіров қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Ол тұңғыш рет 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз ТМ-13 кемесімен ұшты. Еліміздің абыройын асқақтатып, әлемге әйгілі болды. Қазақтан шыққан екінші ғарышкер Талғат Мұсабаев. Ол ғарышта 3 рет болған. Келесі қазақтан шыққан үшінші ғарышкер Айдын Айымбетов. Ол ғарышқа 2015 жылы 2 қыркүйекте Союз ТМА-16М кемесімен ұшты. Ол ғарышта бірқатар зерттеулер жүргізді. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.